Ал құрметті әріптестер, келесі сұрағымызды жалғастырайық. Көлде орналасқан қала Чикаго. Ядролық қаруы бар мемлекеттер саны, жалпы саны 8. Азиядағы ядролық қаруға ие мемлекеттер саны 4. Олар Үндістан, Пәкістан, Қытай, Корея Халық Демократиялық Республикасы. Келесі сұрақ. Қарулы жасақтар есірткі қару-жарақ саудасы бар мемлекет Мексика. Қарулы жасақтардың өтуі заңсыз есірткі қару-жарақ саудасын жүргізу бойынша қауіпті ел Ауғанстан. Авиация шығарудан жетекші ел ақш. Қоныс аударушы капитализм елдері туралы. Қоныс аударушы капитализм елдері мыналар: ОАР, Австралия, Жаңа Зеландия және Израиль. Жеңіл автомобиль шығаруда көшбасшы елдер ақш, Жапония, Германия. Дүниежүзі бойынша геотермалды баламалы энергия көздерін пайдалануда көшбасшы елдер Исландия, Латын Америкасы елдерінде Мексика, Никарагуа, Коста-Рика, Сальвадор, Филиппин, Индонезия, Жаңа Зеландия, Италия, Франция, Қытай, Жапония, Кения. Келесі сұрақ. Машина жасаудан алдыңғы қатарлы ел ақш пен Жапония. Еңбек ресурстары тартылған елдер ақш және Франция. Балықтан өндіруші елдер дейді. Балықтан өндіруші елдер деп жазыпты. Чили мен Перу. Дүниежүзінде ауланатын балықтың жартысынан көбі үлесіне тиетін елдер қатары. Жауабы Жапония, Қытай, Ресей, ақш, Чили, Перу. Келесі сұрақ. Мұхиттың толысуы мен қайтуын зерттеген ғалым Хосе де Акоста және Пифей. Адам даму индексі АДИ көрсеткішін пәкістандық ғалымдар қай жылы енгізді? 1990 жылы пәкістандық ғалымдар деп беріпті. 1990 жылы Махбуб ул Хақ. Келесі сұрақ. География ұғымын енгізген ғалым Эратосфен. Географиялық қабықтың заңдылықтары: біртұтастылық, ырғақтылық, зоналылық және зат энергия айналымы. Келесі сұрақ. Ырғақтылық заңдылығы: күн мен түннің ауысуы, жердің өз орбитасынан қозғалуы, жыл мезгілдерінің ауысуы. Келесі. Зат және энергия айналымы: ауа айналымы, су айналымы және биологиялық айналым. Келесі сұрақ. 1998 жылы антиглобализмнің алғашқы ұйымы пайда болған ел Франция. Одан кейінгі сұрақ. Қазақстандағы көлдердің барлық ауданы 45 мың шаршы шақырым, ал елдің жалпы жер көлемі 2.725.000 квадрат километр дейді. Мына берілгені тапсырманың. Онда елдің көпшілігі қанша процент? 1,7%. Міне осындай да сұрақ келіпті. Келесі сұрақ. Геоглобалистика деген не дейді? Адамзаттың ғаламдық проблемалары мен оларды шешу жолдары. Әлемдік нарықтық экономикада сауда халықаралық деңгейге жете бастаған ғасыр дейді. 16 ғасыр мен 18 ғасыр. Жауабы. Экологиялық тұрақты даму. Жауабы. Қоғамның қоршаған ортаға ықпалын неғұрлым азайту экономиканың экологиялық қауіпсіз дамуы дейді. Келесі сұрағымыз. Қоғамның қоршаған ортаға ықпалын неғұрлым азайту экономиканың экологиялық қауіпсіз дамуы. Бұл нені білдіреді? Тұрақты даму дейді. Келесі сұрақ. Нүктелік картографиялық бейнелер құрастыру, изосызықтар құру, 3D үлгілер жасау, статистикалық ақпараттарға сараптау жасайтын бағдарлама қандай? Жауабы. Ағылшынша жазылған Map Info Professional. Келесі сұрағымыз. Солтүстік белдеуде қардың жату ұзақтығы 125 күннен 165 күнге дейін созылады. Қардың қалыңдығы 20-30 сантиметрге шейін болады екен. Келесі сұрақ. Поляр түні қанша айға созылады? Жауабы 6 ай. Антарктида жер бетіндегі ылғалдылығы барынша төмен, ең биікте орналасқан құрлық дейді. Ал Арктик географиялық қабықтың құрамдас бөліктерінің өзара байланысы қандай заңдылық? Тұтастылық заңдылық. Жауабы. Атмосфералық құбылыстар көрсет. Тұман, шық, кемпірқосақ, бұрқасын, боран, қылау, көк мұз, атмосфералық электрлену құбылысы, бұршақ. Осының барлығын құбылыстарға жатқызады. Келесі сұрақ. Ақтау және Қаратау таулар орналасқан аймақ Маңғыстау. Келесі сұрақ. Демографиялық пирамида. Жауабы. Дәстүрлі, тұрақты, қазіргі заманғы деп бөлінеді. Мұғалжар тауынан батыс беткейі өзені ағатын
Жауабы Жем өзені. Мұғалжардан бастау алатын өзен. Жауабы Жем өзені. Кенді Алтайдың жоталары Үлбі, Иванов, Үбі жоталары. Келесі сұрақ. Гранит қабықтың негізгі заты. Құмтас, кварцит дейді. Келесі сұрағымыз. Магманың сыртқа шықпай іште қатып жатуынан пайда болған жыныстар интрузивті. Ал магманың сыртқы жер бетіне шығып тасып төгілуін эффузивті жыныстар деп айтамыз ғой, бірақ олар қатып қалған жыныстар, иә. Келесі сұрақ. Жер шарындағы ірі үстірттер Дарфур, Эрди және Айр. Келесі сұрағымыз. Қатпарлы, жақпарлы тауға жататын тауларды көрсетеді. Алтай, Тянь-Шань. Қатпарлану түрлері келді. Қатпарлы таулар, қатпарлы, жақпарлы таулар деп екіге бөлінеді. Келесі. Жергілікті желдерді көрсет. Вилли желі, тайфун желі, дауыл, аракандар дейді. Келесі сұрақ. Жоғары қысым белдеуінің экваторға соғатын жел. Жоғары қысымның экваторға қарай соғатын жел пассат. Одан кейін Баян Сұлу, Азия авто, киіз жасайтын қалалар дейді. Баян Сұлу Қостанайда ғой. Одан кейінгі сұрағымыз. Семей қаласындағы туристік нысандар Абай мұражайы, Аспалы көпір. Келесі сұрақ. Геоақпараттық жүйелерді дамытудың ұтымды жолы интернет жүйесінің дамуы. Келесі сұрағымыз. Географиядағы аудандастырудың құрылымдық сызбасын жасаған ресейлік ғалым А.И. Чистобаев дейді. Келесі сұрағымыз. Географиялық аудандастырудың басты мақсаты өзіндік белгілері, жиынтығы бар аумақтық жүйелерді анықтап, кеңістіктегі шекараларын белгілеу және сипаттау. Келесі сұрағымыз. Өзен бастауы мен құяр сағасының абсолюттік биіктік айырмасы өзен құламасы деп аталады. Ең үлкен түбек Арабия түбегі. Ең терең шұңғыма Мариан шұңғымасы. Одан кейін зерттеу мақсатына жетуі үшін жасалуы тиіс қадам. Зерттеу міндеттері жауабы. Зерттеу нәтижелерін көрсету формаларының саны нешеу? Екеу дейді жауабы. Нақты әлемнің дәлме-дәл тіркелген фактілер мен сипаттамалары, деректер. Одан кейін сұрағымыз. Карта сызба нұсқа түрінде бейнеленетін заттық модель, графикалық. Келесі сұрағымыз. Белгілі бір аумақтағы жер бедері пішіні мен элементтері сипатталатын карта, геоморфологиялық. Одан кейін қашықтықтан зерделеу үшін 20 және одан да көп қолданатын түсірілім, гиперспектрлы деп аталады. Келесі сұрақ. Түсірілімдердің тек ақ және қара түспен болуы, панхроматикалық түсірілім. Келесі сұрақ. Қашықтықтан зерделеу үшін түсірілімдердің алуан түрлі түстерді ажырата отырып берілуі, мультиспектрлі. Келесі сұрақ. Әлемдегі көшбасшы қашықтықтан зерделеу саласы ақш-тағы Колорадо, Эрдас Имэджин. Келесі сұрақ. 1960-1990 жылдары байқалған ғаламдық қараңғылану себебі. Жауабы. Территориялық талас, діни қақтығыстар деп белгілепті. Келесі сұрағымыз. 1774 жылы француз ғалымы Лавуазье нені анықтады? Жауабы. Ауаның құрамдас бөліктерін зерттеп, оларға атау берді. Яғни ауаның 5-4 бөлігі азоттан тұрады, және 5-1 бөлігі оттектен тұратын газдар және қоспасы екендігін дәлелдеген екен. Келесі сұрақ. Гольфстрим Атлант ағыстары әсер етеді. Жауабы. Солтүстік Америка және Еуропа. Келесі сұрағымыз. Гаждың негізгі 4 қызметі. Жауабы. Жинақтау, өңдеу, үлгілеу, талдау және шешім шығару дейді. Келесі сұрақ. Гаждың мәліметтерінің типтері кеңістіктік, яғни жақшаның ішінде географиялық, және сипаттамалық, атрибуттық, кестелік деп бөлінеді. Сонда жауабы кеңістіктік пен сипаттамалық қой. Келесі сұрағымыз. Гаж саласындағы ең сұранысқа ие болған бағдарлама Microsoft Excel. Жауабы. Microsoft Excel бағдарламасы қашан шықты? 1979 жылы. Одан кейінгі сұрағымыз. Гаж қызметінде жүретін үдерістердің жүйелі реттілігі. Жауабы. Байқау, өлшеу, сипаттау, түсіндіру, болжау және шешу. Келесі сұрақ.
Гаждың негізгі технологиялық қызметі: мәліметтерді сақтау, тақырыпты сипаттау және өңдеу, оны жүктеу. Келесі: гаж технологиясы, GIS бағдарламасы. Жауабы: ERSI, ARSGIS және MAPIM-FO депті. Осыны белгілейді екенбіз. Келесі: гаж құрылымдары, қабықша, өнімдер, автоматтандырылған жұмыс орны. Келесі сұрақ: түс қанықтығын айқындап түрлендіретін кескіндермен жұмыс істейтін қандай бағдарлама? Жауабы: Adobe Photoshop дейді. Келесі сұрақ: мультимедиалық графикалық өнімдерді жасап шығаруда қолданады. Жауабы: растрлық бейнелер. Келесі сұрақ: векторлық тәсілдің ерекшелігі. Жауабы: векторлық каркаспен бейнелейтіндіктен олардың масштабтың үлкеюі және кішіреюінен өзгеріске ұшырамайды. Алайда векторлық тәсіл картографиялық нысандардың тек геометриялық мәліметтерді береді дейді. Келесі сұрақ: белсенді қозғалмалы карта кадрлардың белгілі бір айналысқа түсіп, түрлі құбылыстардың ерекше қозғалыстарын сезінуге мүмкіндік береді. Жауабы: картографиялық анимация. Келесі сұрақ: алғаш рет электрондық кесте жасай алатын мультиплан шығарылған жыл. Жауабы: 1982. Келесі сұрақ: қашықтықтан зерделеу Қазақстанда қай жылы енгізілді дейді? 2014. Жауабы. Келесі сұрақ: қашықтықтан зерделеу саласында әлемдегі ең көшбасшы бағдарлама ақш-тың Колорадо штатында жасалып, жүзеге асырылып жатқан бағдарлама атауы? Жауабы: ERDAS Imagine кешенді бағдарламасы. Жаңада осы сұрақ басқаша болып келген айналып. Келесі сұрақ: Қазеосат-1 жер серігінің радио көру аймағы. Жауабы: Еуразияның солтүстігіндегі Таймыр түбегінен бастап, Үндістанның солтүстігіне дейінгі аймақты көре алады екен. Келесі сұрақ: Қазеосат-1 және Қазеосат-2 Франция Куру не үшін дейді ғой? Жауабы: су тасқыны, қар көшкіні, табиғи экологиялық ағыстардың алдын алуды болжау үшін ғарыштан сурет жасауға арналған дейді. Келесі сұрақ: экватор маңында ауаның қалың болу себебі? Жауабы: кеңістікті қамтуына байланысты. Келесі сұрақ: ластанудың алаңдық көзі, транспорт және зауыт фабрикалар. Келесі сұрақ: кедей адам көп кездесетін құрлық Африка. Одан кейін Флориданың қазақ тіліндегі мағынасы? Жауабы: гүлдену, гүлденген. Заманауи картографиялық кешенді бөлігі? Геоинформатика. Картография мен географияның теориясы негізінде қалыптасып жатқан ғылым? Жауабы: геоинформатика. Келесі сұрақ: жаз айларында 75-89 км биіктікте жылтыраған күміс тәрізді бұлттар қалыптасатын атмосфера қабаты? Жауабы: мезосфера. Құрлық астындағы жер қыртысының жазықты жеріндегі қалыңдығы? Жауабы: 30-40 км. Вальерштайн моделі бойынша жартылай периферияға жататын аймақтар? Жауабы: Балқан түбегі елдері, Португалия, Ирландия, Оңтүстік-шығыс Азия және ТМД мемлекеттері. Қазақстандағы әлемдегі ең үлкен саналатын феррохром зауыты орналасқан? Жауабы: Ақтөбе, Ақсу, Алға. Келесі сұрақ: хром зауыты қай қалада кездеседі? Ақтөбе. Келесі: Қазақстандағы темір кені шикізатының 90% орналасқан алап? Жауабы: Торғай. Кедей адамдардың үлесі жоғары құрлық Африка дейді. Одан кейін Азияның геосаяси кеңістікке ықпал ететін негізгі фактор? Жауабы: экономикалық қуаты оның геосаяси жағдайына ықпал ететін басты фактор. Келесі сұрақ: Джамму және Кашмир штаттары тұрақсыз елдер? Жауабы: Үндістан мен Пәкістан. Дәл қазіргі ұғымды салыстыру әдістерін география ғылымына алғаш рет 19 ғасырда енгізген ғалым? Жауабы: Александр Гумбольдт. Келесі сұрақ: қысымы жоғары болатын аймақ? Антициклон. Қысымы төмен болатын аймақ? Циклон. Келесі сұрақ: осы келді антициклон кешегі тесттерді мұғалімдерге. Географиялық ластанудың жаратылысы жағынан биологиялық тобына жатады? Жауабы: вирустық, бактериологиялық. Келесі сұрақ: Қазақстанның жазық даласында дамыған негізгі топырақ зоналарының саны?
төртеу. Ағаш өнеркәсібі. Жауабы орман шаруашылығын дамытады. Орман шаруашылығынан келесі. Қала ауасына жасыл желектердің маңызды көлемі. Қала ауасына 20% болу керек екен. Қалада сонда жасыл желек 20% болу керек дейді. БТЖ-ның неше түрі бар? 4. Жауабы. Қазақстандағы мұздықтарды ашқан кім? П.П. Семенов. Қай тауда мұздықтар жоқ? Тарбағатай және Аласа тауларда. Келесі сұрақ. Қорықшаның анықтамасы. Мемлекеттің табиғи қорының бір немесе бірнеше нысандарын сақтауға және толықтыруға арналады. Халық географиясы. Халықтың ұдайы өсуі, құрылымы, орналасуы мен аумақтық ұйымдастыруын зерттейді. Келесі сұрақ. Аудандардың ретін анықтаған ғалым. В.Н. Холина. Аудандарды анықтаған кім деп тағы да келіпті? Холина деп белгілейсіздер. Жердің дөңгелек пішінде екенін алғаш негіздеп жазған. Аристотель. 1964 жылы қандай әдіс анықталды? Дельфи әдісі Рэнд компаниясымен бірге. Одан кейін 85%-дан астам жері экватор мен тропиктер арасында жатқан материктер. Жауабы Африка дейді. Келесі сұрақ. Беларусиямен шектесетін мемлекеттер. Жауабы Польша дейді. Одан кейін әлемдік масштабта кофе өндіруге маманданған елдер. Жауабы Эфиопия, Бразилия, Колумбия дейді. Келесі. Қазақстанның жайылымдық және шабындық жерлер көлемі 190 миллион гектар. Келесі. Қазақстандағы ауыл шаруашылыққа жарамды жер. Жыртылған жердің ауданы 36 миллион гектар. Одан кейін 1972 жылы Найробиде өткен қоршаған ортаның ластануын есептеу кеңесі шешкен мониторинг деңгейі. Жауабы жергілікті, аймақтық, ғаламдық. Келесі сұрақ. Дүниежүзіндегі мұхит суларын ластаушы фактор мұнай және мұнай өнімдері дейді. Келесі сұрақ. Жылыжай эффектісінің салдары. Ғаламдық жылыну, мұздардың еруі. Келесі. Атлант мұхитына тән белгілер. Әулие Елена дейді. Аралы бар депті. Келесі. Ұлы көлдер жүйесін Атлант мұхитымен байланыстыратын өзен. Әулие Лаврентий. Осы да кеше келді бір әріптесімізге. Ұлы көлдер жүйесімен шектесетін мемлекет саны. Бұл да келді. Жауабы 2. Ұлы көлдер жүйесі қазан шұңқырының қалыптасу типі тектоникалық. Келесі. Мичиган көлі орналасқан мемлекет ақш. Азияның геосаяси жағдайы. Азияда геосаяси тұрғыдан салмақты саяси күштер шоғырланған. Жалпы әріптестер, Азия мен ұлы көлдерге мәтіндік сұрақ келіпті кешегі күні. Одан келесі сұрақ. Айттық. Қазақстан селекциясының кереметі болып саналатын қой тұқымы. Жауабы Еділбай қойы. Келесі. Түйе өсіретін облыстар. Атырау, Қызылорда, Маңғыстау. Көмір өндіретін аймақтарда немесе газ құбырлары трассасында орналасқан электр станциялары. ЖЭС. Араб көктемі деген атпен белгілі болған наразылық шеруі. 2010 жылы Тунисте, Сауд Арабиясында, Бахрейнде, Египетте, Суданда болған екен. Келесі сұрақ. Балқаш Алакөл алабына жататын өзендер. Іле, Қаратал, Лепсі. Балқаш көлін екіге бөлетін түбек. Сарысып. Балқаш көлінің гидрологиялық режимін өзгерткен басты фактор. Қапшағай СС. Балқаш көлмен шекараласатын облыстар. Алматы, Жамбыл және Қарағанды. Келесі сұрақ. Балқаш тұзының топыраққа коррозия жасауының салдары. Балқаш мыс комбинаты дейді. Келесі. Игельстром реформасының басты мақсаттарының бірі. Шекаралық сот құру. Метрополия. Аса ірі отар иеленуші. Биоиндикация әдісінде табиғи ортаның сапасын анықтайды. Жауабы тіршілік дүниесінің жай күйін қарап анықтау. Келесі. Қоршаған орта кешенді баға беру және табиғи антропогенді факторлар нәтижесінде өзгеру туралы ғылыми негізделген болжам. Географиялық сараптама. Келесі сұрақ. Дүниежүзілік шаруашылықтың субъектілері. Әлем мемлекеттері, трансұлттық корпорация, халықаралық экономикалық ынтымақтастық, халықаралық экономикалық ұйымдар дейді. Бұл субъектілерді айтып тұр. Келесі сұрақ. Дүниежүзі бойынша урбандалу көрсеткіші туралы мәтін көрсетеді. Сонда халықтың жалпы санындағы қала халқының саны. Келесі урбандалуға байланысты тағы да
қалалар мен оның халық санының өсуі қалалық өмір салтының кеңінен құлаш жайып таралуы дегенді белгілейді. Жиынтық радиацияның шағылысуға және жылу тиімділігіне жіберілген шығыны арасындағы айырмашылығы. Жауабы: радиациялық баланс. Келесі сұрақ: ежелгі биосферадағы зат биогенді зат. Жауабы: келесі сұрақ: геоэкономика мен экономикалық географияның айырмашылығы. Жауабы: қалай басқаруға болады дейді. Осындай да сөз жазып қойыпты. Негізі жауабы мынау: геоэкономиканың мемлекеттер мен аймақтардың экономикалық даму үдерістерін, халықаралық құрылымдар мен экономикалық қатынастарды, жаһандану жағдайындағы геосаяси жағдайдың экономикаға ықпалын зерттейді. Келесі сұрақ: поляр шұғыласы пайда болуын көрсетеді. Жауабы: полярлық шұғыла жер атмосферасының ионосфера қабатында байқалатын жарқыл. Полярлық шұғыла ғарыштан келетін жоғары энергиялы зарядталған бөлшектердің, яғни электрондар мен протондардың, атомдар мен молекулалардың әрекеттесуі, яғни 90 000 километр биіктікте болады екен. Әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады. 6 миллиард деп аталатын дүниежүзілік шаруашылық жүргізетін елдер саны. Жауабы: 30. Келесі сұрақ: өте жеңіл, қатты өзгеріске ұшырап бұзылған таулы аймақ. Сарыарқа. Эксперименттік бағалау әдісінде шағын эксперименттік топтарда тұратын адамдар саны 10-30 адамға дейін. Келесі сұрақ: зерттеу нысан мен құбылыстарды графикалық формула түрінде беретін модельдеу. Таңбалық. Келесі сұрақ: адам даму индексі рейтингісінде көшбасшы елдер. Норвегия. Келесі сұрақ: біртекті нысандардың белгілері мен көрсеткіштерін уақыт кезеңінде салыстыру. Бұндай салыстырудың түрі синхронды салыстыру. Х.Д. Маккиндердің саяси тұрғыдан дүниежүзілік аймақтарға жіктеу. Жауабы: дүниежүзілік саяси географиялық тұрғыда аудандастырудың алғаш үлгісін жасаған. Келесі сұрақ: статистикалық мәліметтерді карта бетінде визуализациялау әдісі. Картограмма және картадиаграмма. Келесі сұрақ: супер құрылым Пангеяның қатпарлану кезеңі. Жауабы: каледондық кезең. Келесі сұрақ: атмосфераның электрленуі мен төменгі температуралық жағдайда қалыптасатын құбылыстар. Атмосфералық құбылыстар. Келесі: геологиялық құрылымы мен жер бедеріне байланысты еліміздің ірі табиғи ауданы. Тұран жазығы. Тропиктік циклондар жайлы алғаш ақпарат берілген уақыт 15-17 ғасыр. Нақты 1492 жыл. Келесі сұрақ: Атлант мұхитында тропиктік циклондар заты байқалатын аймақ. Жауабы: Мексика шығанағында, Кариб теңізінде, Антиль және Жасыл мүйіс аралдарында байқалады. Шешім қабылдау мақсатында сарапшылардың пікірлері негізінде проблемаға баға беру. Эксперттік бағалау. Жер қыртысының қалыңдығы 70-80 км құрайтын жер бедері. Тау. Екі жартышардың 40-60 градус ендіктеріндегі басым болатын жел. Батыс желдері. Келесі сұрақ: солтүстік Америкада байқалатын тропиктік циклон. Торнадо. Келесі сұрақ: жазы ыстық құрғақ, қысы жылы ылғалды климаттық белдеу. Субтропиктік. Жер ресурстарын пайдаланудағы маңызды мәселе. Жауабы: жердің деградациясы, яғни топырақ қой. Топырақтың бұзылуы. Кеңістікті қалпына келтіруге байланысты ластанудың сызықтық тобына жатады. Сызықтық транспорт магистральдары дейді. Осындай да сұрақ бар екен. Бор дәуірінен бері 70 миллион жылдай үздіксіз тұрақталған жер бедеріндегі ең ежелгі Қазақстандағы көл. Зайсан. Өзен ресурстармен жақсы қамтылған елдер қатары. Алжир дейді жауабына. Яғни барлығы да шөлді аймақтағы елдер болған ғой. Келесі: Қазақстанның дүниежүзілік минералдық ресурстарындағы үлесі 7,2%. Келесі: ақш, Канада және Мексика арасындағы қарым-қатынас. Нафта ұйымына мүше елдер. Жауабы: келесі: жер бетінің кескіндері. Жауабы: жергілікті жердің планы, географиялық карта, аэрофотосурет, ғарыштық сурет. Келесі: еңбек ресурсына донор елдер. ақш пен Франция. 2018 жылғы әлем елдері даму прогресінде Қазақстан нешінші орында? 57-ші орын. Жер шарының үстіңгі жан-жағынан ауа қабаты қоршап тұратын тас қабаты, литосфера қабаты.
ғарыштық табиғат ресурсы, күн энергиясы, ғарыштық сәуле шығару. Жауабы. Келесі, орталық және ұлы жазықта соғатын жел, торнадо дейді. Электр қуатынсыз нейтронды ашқан ғалым Чедвик. Келесі, ерлер мен әйелдердің дамуы әлеуметтік ортасындағы теңсіздік дейді. Бұл гендерлік теңсіздік индексі ГТИ деп қысқартып жазыпты. Ал құрметті әріптестер, осыдан оқып жаттай берейік. Алла қаласа бұл сұрақтарда келіп қалар енді. Арасында келіп жатыр, себебі тіркеліп қолдап отырайық. Алдағы уақытта қалған сұрақтарды тағы да запись жасап шығарамын, себебі минуты көбейіп кетті. Сау болыңыздар, сәттілік бәрімізге.